Сәлем достар, біздер бүгін Жана екеуміз Сан-Диегоның зоопаркіне келдік. Қазір ішіне кіретін боламыз, сіздерге көрсетеміз. Біздермен бірге болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар, колокольчик басыңыздар, лайк басыңыздар. Біз бұл жерде қызыл кітапқа енген жануарларды көрсететін боламыз. Сан-Диего зоопаркі ақштың Калифорния штатындағы Сан-Диего қаласында орналасқан әлемге әйгілі зоологиялық бақтардың бірі. Ол жануарлар әлемін қорғау, зерттеу және білім беру мақсатында 1916 жылы құрылған. Аумағы шамамен 40 гектар. Бұл шамамен 57 футбол алаңымен тең. Зообақта 650-ден астам жануар түрі мен 12 мыңнан астам жануар саны бар. Кіру бағасы $76. Студенттерге 10% жеңілдік бар. Жалпы халықаралық деңгейде TripAdvisor рейтингі бойынша әлемдегі екінші үздік зообақ болып саналады. Жылына 3-4 миллион турист келеді. Бұл жерде ең танымал жануар панда. Сондықтан ең бірінші көруге тиіс жер бұл Asian Passage көрмелер аймағы. Зообақ сағат 9-да ашылса, 9:20-да осындай кезек жиналған. Көп ұзамай біздің кезекте келіп жетті. Ең бірінші жоғалу қаупінде тұрған қызыл пандаларды көреміз. Ал одан кейін бәрімізге белгілі ақ қара түсті пандаларды көреміз. Пандалар бұл жерге 2024 жылы Қытайдан алып келінген. Біреуі 4 жаста, ал екіншісі 5 жаста. Одан шығып, осы бөлімдегі Африка мен Азияда тіршілік ететін леопардты көрдік. Күндіз демалып, кеште оянады. Келесі жануар Африкада тіршілік ететін ақ қара колобус маймылы. Мұнда бір маймылдар жүр. Жалпы Asian Passage бөлімінде 4 түрлі аю кездеседі. Бұл жерде аюлар табиғи орман атмосферасында өмір сүреді. Аюлар таңертең ұйқыда болғандықтан кешке автотурмен қайта көрдік. Соңына дейін қарауға кеңес беремін. Келесі бөлім Africa Rocks. Бұл жерде Африкада тіршілік ететін жануарларды тамашалауға болады. Бірінші біздің көргеніміз Хамадри бабуины. Африка мен Араб түбегінде таралған ерекше әлеуметтік құрылымымен және айбарлы келбетімен танымал бабуин түрі. Бұл маймылдар ежелгі Египеттен бастап қасиетті жануар ретінде де белгілі болған. Кейбір құдайлардың бейнесі осы маймыл түрімен байланысты болған. Мысалы, Тот құдайы. Бір әдемі жер екен. Келесі көретіндеріңіз сурикат тұқымдасына жататын миркат. Африкадағы ең танымал әрі қызықты тіршілік иесі. Ол өзінің тік тұрып айналаны бақылауымен, әлеуметтік топта өмір сүруімен және ерекше қылықтарымен танымал. Ал бұл оңтүстік Африка жағалауларында жылы жерде тіршілік ететін пингвиндер. Негізгі ерекшеліктері дыбысы есектің дыбысына ұқсайды. Олар жойылып бара жатқандықтан қызыл кітапқа енгізілген. Алда көретіндеріңіз Elephant Odyssey экспозициясы. Бұл зообақтағы ірі жобалардың бірі 2009 жылы ашылған. Оларға қазуға қолайлы топырақ, су бассейндері, балшық ванналары, төмпешіктер мен табиғи орта жасалған. Бұл жерде қазір 4 африкалық піл өмір сүреді. Elephant Care Center.
Бұл пілдерге әлемдік деңгейде піл күтімі үшін арнайы жоспарланған кеңістік. Барлық жағдайын жасап қойған. Капибара әлемдегі ең ірі тұщы суда тіршілік ететін кеміргіш жануар. Ол жұмсақ мінезімен, суда еркін жүзуімен және адамдарға жақындығымен танымал. Олар оңтүстік Америкада кең таралған. Ене уақытынан қара, капибара. Бұл бір өркешті түйелер, яғни дромедарлар деп аталады. Олар солтүстік Африка мен таяу шығысқа тән жануар. Келесі жануар орталық және оңтүстік Америкада, әсіресе Амазонка орманында тіршілік ететін ягуар. Жалғыз өмір сүріп, суда жүзуді ұнатады. Бұл арыстан. Оның негізгі отаны Африканың саванналары мен шөлейт жерлері. Күніне 20 сағатқа дейін ұйықтайды. Басқа жыртқыш мысықтардан айырмашылығы арыстан отбасымен өмір сүреді. Арыстанның күркіреуі барлық жыртқыштар ішінде ең қатты. Дыбысы 8 метрге дейін естіледі. Бұл Патагония мара. Аргентинаның Патагония облысына тән ірі кеміргіштер тобына жатады. Ал бұл күніне 30 мыңға дейін құмырсқа жей алатын құмырсқа жегіш, ерекше және сирек кездесетін жануарлардың бірі. Оңтүстік Америкада мекендейді. Бұл Чако пекария немесе Чако доңызы. Ол да сирек кездесетін ерекше жануар. Оңтүстік Америкада тіршілік етеді. 1930 жылы бұл жануар жойылып кетті деп есептелген. Бірақ 1975 жылы Парагвайдың шалғай ормандарынан табылған. Сол себепті кейде тірілген жануар деп те атайды. Бұл оңтүстік керенук. Ерекше сыртқы келбеті мен көзге түсетін ұзын мойынды талғампаз антилопа. Шығыс Африкада тіршілік етеді. Зообақтарда көп кездесе бермейді, себебі өте талғампаз және сезімтал жануар. Боннебок әдемі контрасты түсті сирек кездесетін антилопа түрі. Оңтүстік Африкаға ғана тән жануар. Жойылып кету қаупінде болып, қайта қалпына келтірілген. Кейін Скайфари Ариал трамға міндік. Ол зообақтың шығыс пен батысын байланыстыратын аралық көлік жүйесі. Одан Бальбао паркіне, қала көріністеріне, жануарлардың мекендеріне көрініс ашылады. Швейцарияның пойызында екен дейсің. Сөйтіп зообақтың шығысынан батысына барып тамақтандық. Жалпы зообақтың батыс бөлігінде рептил волк экспозициясы бар. Ол жерде қолтырауынның туыстары, суда құрлықта тіршілік ететін тасбақалар, жәндіктер, бақалар, жыландардың түр-түрі кездеседі. Қандай түрі? Ойыншық сияқты. Ойыншық сияқты. Қазақшасы қандай? Құндыз ба мынау? Енді. Бұл Галапагос тасбақасы. Эквадорға қарасты Галапагос аралында көп таралған. Ұзындығы 1 метрге дейін жетеді. Өмір сүру ұзақтығы 100-150 жыл. Өте баяу қозғалады. Әлемдегі ең ірі тасбақалардың бірі. Чарльз Дарвин осы тасбақалар арқылы эволюция теориясын зерттеген. Бұл африкалық шпорлы тасбақа. Сахара шөлінің оңтүстік аймағында таралған. Құрғақшылыққа өте төзімді. Ал бұл австралиялық ұзын мойынды тұщы су тасбақасы. Ал бұл гавиал деген ерекше қолтырауын түрі. Үндістан, Непал, Бангладеште, Ган көзендерінде кездеседі. Табиғатта аз қалған жойылып бара жатқан түрі деп саналады. Адамға қауіпсіз, тек балықпен қоректенеді. Зообақтың оңтүстік шығыс бөлігіне барып коаланы көрдік. Тек Австралияда тіршілік ететін қалталы жануар, яғни кенгурудың туыстасы. Тек эвкалипт жапырағымен қоректенеді. Күніне 18-22 сағаттан ұйықтайды. Баласы туылған кезде 2 сантиметр болып туылады, анасының қалтасына кіріп, 6 ай өсіп жетіледі. Коаланың қасында Urban Jungle экспозициясы бар. Ең бірінші көретіндеріңіз жираф пен газельдер. Жираф бәрімізге белгілі болғанымен бір қызықты дерек айта кетейін. Жирафтың мойыны ұзын болғанымен, мойын омыртқасы адаммен бірдей 7 омыртқа. Ал қастарында жүрген газель тек көлік емес, жануар түрі. Олар Африка мен Азия далаларында тіршілік етеді. Олар өте жүйрек, қауіп төнгенде бір орында секіріп, биікке көтеріліп барып түсу арқылы жыртқышқа мен мықтымын деген сигнал береді. Бұл аттарға ұқсайтын греви зебрасы, ең үлкен зебра түрі.
Ол солтүстік Кения, Эфиопия жақта жалғыз өмір сүреді. Жойылып бара жатқан түрі болып саналады. Ал бұл равен зебрасы орталық оңтүстік Африкада үлкен үйірмен өмір сүреді. Оның жолақтары саусақ ізі сияқты әртүрлі. Келесі жануар дикобраз немесе тікенді кірпі. Солтүстік Америка, Африка, Азия, Еуропада тараған. Жерде де кейде ағаш басында да өмір сүреді. Арқасымен құйрығы ұзын тікендермен жабылған. Бұл инелер қорғаныс құралы болып табылады. Африкада өмір сүретін ең үлкен түрлерінің бірі. Келесі жануар мүйіз тұмсық. Ол жер бетіндегі ең ірі және қуатты жануарлардың бірі. Әрі ерекше мүйізі арқылы танымал. Ол көбінесе Африка мен Азияда кездеседі және бүгінде жойылып кету қаупінде тұр. Оның негізгі 5 түрі бар. Мүйізі сүйек емес, тырнақ сияқты заттан тұрады. Урбан Джангл экспозициясындағы соңғы жануар гепард, әлемдегі жылдам құрлық жануары. Африка мен Иранда таралған, жылдамдығы 100-120 км/сағ. Бұл зообақта гепардтарды итпен бірге өсіреді, эмоциялық тұрақтылық үшін. Қазіргі таңда табиғатта шамамен 7000-нан аз гепард қалған. Зообақтың солтүстік бөлігіне көшейік. Солтүстік бөлік Northern Frontier деп аталады. Бұл жерде ең танымал жануар полярлы аю, яғни ақ түсті аю мекендейді. Олар Арктикадағы мұзды және суық ортаға бейімделген ірі аңдар. Аюлар арнайы мұздатылған бассейні бар және кондиционерленген жерлерде өмір сүреді. Жаз айларында сыртқа көп шықпайтын болғандықтан біз көре алмадық. Бұл зообақта 3 полярлы аю бар. Олар жабайы Арктикада жетім қалғанда табылған. Кейін осы жаққа жеткізілген. Қазір олардың бәрі ғалымдардың зерттеу жұмыстарына қатысып, Арктикадағы табиғи жағдайларды түсінуге көмектесуде. Енді өретін сияқтымыз. Зообақтың соңғы бөлімі Lost Forest. Бегемот немесе су қабаны әлемдегі ең ірі жануарлардың бірі. Олардың салмағы 3200 кг дейін жетеді. Африка елдерінде өзен-көлдердің жағасында өмір сүреді. Өте қауіпті, адамға ең көп шабуыл жасайтын ірі жануардың бірі болып табылады. Теріде қызғылт түсті тер бөлінеді. Ол антисептик және күннен қорғайтын крем рөлін атқарады. Бұл окапи, орманда өмір сүретін ерекше және сирек жануар, жирафтың жақын туысы. Жойылып кету қаупінде тұр. Әлемде тек демократиялық Конго республикасында тығыз тропикалық табиғатта өмір сүреді. Батыс әлемі оны алғаш рет 20 ғасырдың басында таныған, бұрынғы ғылымға беймәлім. Бұл малайлық жолбарыс. Ол қызыл кітапқа енген, яғни жойылып бара жатқан жануарлар тізімінде. Малайзия түбегінде таралған әр жолбарыстың жолақтары саусақ ізі сияқты ерекше. Бұл Ніл қолтырауыны. Африкада Ніл өзенінің маңында көлдерде бетпақтарда тіршілік етеді. Олар 1 ғасыр өмір сүреді. Күнге шығып, аузын ашып жатуы бұл дене температурасын реттеу тәсілі. Келесі жануар орангутан, адам тәрізді маймылдар. Ақылдылығы мен эмоциялық байлығымен және адамға ұқсас мінез құлқымен танымал. Индонезия жақта таралған. Құрал қолдана алады, логикасы жақсы. Айнадан өз бейнесін таниды. Бұл сана деңгейінің бір белгісі. Орангутан сөзі малай тілінен орман адамы деген мағынаны білдіреді. Құстар экспозициясы. Сан-Диего зоопаркі құстардың жүздеген түрі мекендейтін ерекше орын. Бұл зоопарк әлемдегі ең үлкен құс коллекцияларының біріне ие. Құстар арнайы тропикалық бақтарда, ашық алаңдарда, тематикалық экспозицияларда мекендейді. 300-ден астам құс түрі мен 3500-ден көп құс бар. Еркін ұша алатын үлкен торларда өмір сүреді. Үстін бәрін сеткамен жауып тастағанда, сосын мына жері жазып қойған. Мына есік ашылады. Ар жағындағы есік мына есік толық жабылғаннан кейін ашылады деп жазып қойды. Барлығын жаяу аралап болып автобустық турға отырдық. Ұзақтығы 35 минут. Ағылшын тілінде экскурсия жасап, зообақтың 75%-ын көрсетіп шығады. Бұл зообаққа кіру билетіне кіреді. Bears mostly use those claws for digging. They can dig into the dirt, trees, logs, whatever else. Viewed from just outside of Yellowstone National Park, they were being raised.
Автобустан түсіп, танзаниялық шоу тамашаладық. Ән, би, акробаттар барлығы болды. Одан бөлек орталықта түрлі шоу, би, ән айтып, ойын-сауықтар өткізіледі. Оның барлығын Сан-Диего Зу қосымшасынан толық ақпарат білуге болады. Лагун. Я көргем мынандай балық. Осындай балықтар. Біздің зообаққа саяхатымыз осымен аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет.